tomorrow. Weekend on the night, don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I know it'll be alright. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Dostlar, sonымен бүгін саяхатымыздың нешінші 8-ші күні. Біздер қазір Италияға кетіп бара жатырмыз. Паромменен. Өте алыста көкжиекте Италия көрініп тұр. Паром түнгі сағат 1-де жүрді. Жергілікті уақыт бойынша 9-да келіп түседі екен. Айтпақшы, Италия Грециядан 1 сағат артта. Яғни біз Атыраудан сонда 3 сағат артта боламыз да, Италия бойынша. Каюта 4 кісілік, шағын, бірақ төсектері тап-таза, жұмсақ, ұйықтап шығуға болады, әбден ұйқымызды қандырып. Мұнда көптеген кісілер енді әртүрлі ғой, ақша төлемей-ақ, просто креслода, диванда, ыңғайлы келген жерге спальный мешогын төсеп жіберіп ұйықтап отырғандар өте көп. Машина бөлек болады, машинаның отсегі жабық, оған доступ берілмейді. Бүткіл пассажирлер палубада, машиналар басқа жақта. Яғни бізге машинаны тек жақындағанда ғана кіргізуге рұқсат береді. Сондықтан бүткіл заттарыңызды алып шыққандарыңыз дұрыс па. Мынау не, Ерхан? Ой, молодец, парковка вертолеты дейсің. Күшті білесің да? Мына жерге вертолет болады. Сонымен достар, бүгін саяхатымыздың 8-ші күні, таңертең 9:30-да жергілікті уақыт бойынша, айтпақшы Италияның уақыты Атыраудан 3 сағат артта. 9:30-да ма? Паромнан Италияның Бриндизи деген қаласына келіп түстік. Бұл қала негізі военный қала болғандықтан особо қатты қызығатын ештеңе жоқ. Біз бар болар енді біз үшін. Біз тіке кетеміз. Біздің бүгінгі мақсатымыз әлі 3-4 сағаттық жол. Италияның ең әсем жерлерінің бірі Амальфи, Позитано дейтін теңіздің жанында орналасқан әсем жерлер, қалалар, пляждар. Бұйырса сол жаққа барамыз. Қазір біз Италиядан полный бак газ жасап алдық. Газдың бағасы 0,67 евро. Грецияға қарағанда арзан. Бензиннің бағасы 1,87 евро, дизельдің бағасы 1,71 евро. Көрдіңіздер, яғни біздегі Атыраудағы, Қазақстандағы 50-55 теңгенің газы мұн жақта 300-350 теңгеге дейін барады. Қазір Италиядамыз. Римге барамыз. Түсінің бі? Сосын дәл айта бер. Қайда арамыз сосын? Римге барамыз. Римнен айры. Қазір біздер Италияның Бриндизи қаласынан шығып, Амальфи деген әдемі жеріне кетіп бара жатырмыз. Алдын ала қарап алдық. Амальфи деген жер, агент 007 сондай кинолардың түскен жері ғой, негізі. Ол жерде пляж бар, пляжға түскіміз келеді. Бірақ Амальфидің пляжы өте қысқа, яғни тар. Және ол жерде қоятын машина парковка жоқ дейді. Оның ар жағында Позитано дейтін жер бар. Ол жердің пляжы Амальфиден де жақсы және кең. Қазір енді 1 сағаттың шамасында бұйырса барамыз. Ол жақтың пляждары өте керемет, тап-таза.
тұп-тұнық, сулары да көрейік бұйырса. Адастыңға ерме, қара ойға берілме. Ойла, тілебінде жерлі, кейбірі жүн берілі. Ойла, адастыңға ерме, қара ойға берілме. Ойла, тілебінде жерлі, кейбірі жүн берілі. Түрлі қилы жолдарды аралай. Қазір біздер Амальфиге қарай жақындап келе жатырмыз. Бірақ енді бұл жағалауда кішкентай қалалар көп, бір-біріне жалғасқан. Бірақ бәрінің бір проблемасы, яғни біз үшін парковка қою. Еш жерде орын жоқ. Біздің машинада кішкентай машина емес әрине. Қоя қоятын. Бірақ сонда да бұйырса қазір бір жер орын бізді күтіп тұрған болар. Жаралай, күн шуаққа алыстардың барайлай. Бірақ бара алмаймын, қысқа жолмен бара алмаймын. Бұл бір белес, шынайы емес. Неге бақпа бұның бәрі бұл бір елес. Тыңдай берсін бәрі эксперт, құлаққа ілмек еспет. Күн қателеспет, тарала, жарала. Ойла, адастыңға ерме, қара ойға берілме. Ойла, тілебінде жіберілі, кейбірі жүн берілі. Ойла, адастыңға ерме, қара ойға берілме. Ойла, тілебінде жіберілі, кейбірі жүн берілі. Жарайлым, жіберші мені, үнсіз түнізге, түпсіз теңізге. Жарайлым. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola si sa, Sempre più in alto si va, e vola, vola con me, il mondo è matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. e vola, vola si va, Sempre più in alto si va, e vola, vola con me. Сонымен қазір біздер қалай еді? Пляжның аты. Позитано, иә. Сонымен қазір біздер Позитано деген қаланың пляжына түсіп, кішкене дем алып, шашағанымызды басып, енді қазір Неаполь қаласына қарай кетіп бара жатырмыз. Осы жақта біз Booking.com арқылы бір квартира жалдап қойған едік. Соның хозяиндармен хабарласып, келесіздер ма, күтіп отырмыз деген хабар алып, соған баратырмыз. Енді мына Италияның осы бір жері бар ғой, Амальфи, осы тұстары әдемі деген жерлер. Яғни біздер картинкамен қараймыз ғой бәрі. Былай жақсы, күшті, романтика болып көрінгенменен, оның әрине минус тұстары бар. Біріншіден, бұл жолдың тарлығы, яғни машина жолының өте тарлығы. Және оған қоса, мына шыбын сияқты жан-жағынан өте шығатын мопедтер мен скутерлер көп. Бұлар тіпті непредсказуемый ғой, кәдімгі оң жақтан шығады, сол жақтан шығады, өте бейберекет айдайды, тіпті правиланы сақтамайды ау деймін. Қарсыға шығып кетеді. Пляждарға барудың өзі проблема. Жанына тұрып кіре салатын пляж емес. Мысалға, парковкілері бар, парковкілері өте қымбат. Әрине пляжға жақындаған сайын. Мысалға, жаңа біз 3 сағаттық парковкаге сағатына 15 евродан төледік. 3 сағат минимум тұруың керексің, сонда 45 евро төледік, получается.
Енді бұйырса, ертеңгі күндеріміз Помпей қаласында өтеді. Помпей дейтін киноны көрген боларсыздар. Егер көрмесеңіздер қарап алыңыздар, себебі ертеңгі біздің түсіретін видеоларымыз, фотоларымыз сол кинодан алынған болады. Pay 18. 18. The entrance. Now you are here. Ya bizler қазір Помпей қаласында археологический қазбалы жерлерін қарауға келдік. Парковка 1 сағат 2 евро. Таңдаңыз. Is zona A. Zona. Weer zona. Is het zona A? I look you. Ah, oké. Zona A is all comings. Yes. Okay. Is het digital the plate to the car? 7, 9. Uma. итальянский ол? Scusi, ce l'hai in discendenza? No, moneta. Uma, да, biziki? Uma. Не помню. Uma. Вау. Символ. Байырхан аңғырыш. Құрметті достар, біздер қазір Помпей қаласындамыз. Яғни нақтырақ айтсақ, ежелгі Помпей қаласындамыз. Мына көрген көшелеріңіз, мына қарып тұрған үйлеріңіз, сол бұрында Помпейдің кәдімгі оригиналы. Кино көрген боларсыздар Помпей деген. Сонда осындай көшелермен жүреді. Міне, мынандай 3 тастар қойып кеткен жерге. Яғни бұлар әр қарата көліктерді өткізбейді деген сөз. Ал оң жағымызда, сол жағымызда кілең квартал үйлер, тұрғын үйлер, әртүрлі дүкендер болған. Жаңа ана жерде біздер наубайхананы көрдік. Ал мына 3 тас сіздер айтқандай әр қарата арбаны өткізбеу үшін жасалған. Кинода да солай ғой. Яна императордың қызы ат арбамен келеді, Помпейдің қаласының көшелерінің бас көшесіне келеді, тап осында 3 тасқа келеді, тоқтап қалады. Ар қарата жаяу кетеді. Ар жағы кілең базар болған, мына жерлердің бәрі сауда орталықтары болған. Бұған балалар 16-17 жасқа дейін тегін кіреді. Тек үлкендерге ғана төленеді. Ересектердің билеті 18 евро бір адамға.
Бізде тек Гүлдан екеуміз төледік 36 евро. Күні бойы қарауларыңызға болады. Ал мына жерде тамақ пісіретін қазандық қой. Қазандықтың орны кәдімгі өзінің енді не деп айтайық, кафель дейік пе, әлде кафельге ұқсас бір тас мрамор бола ма, кәдімгі сол күйінде сақталған. Қазаныс қалған ғой, мына жерге. Мына жерде күріш, мына жерде қуырдақ сөйтіп кеткен ғой. Мына қараңыздар, мына пол оригинал, кәдімгі сол күйінде қалған, даже лавада жаппаған. Қараңыздар, иттің, құстың, адамдардың суреттері безендірілген. Кәдімгі әр біреуі 1 сантиметр квадрат болар, кішкентайлығы. Соны отырып қалаған ғой. Адамдарға ерінбеген ғой, ол заманның адамдары кәдімгі. Қараңыздар, қалай сақталған. Или ерінген, просто құлдар салған ғой. Суши. Бұлай да шуге бар екен да, білмейміз ғой. Мына екі есікті мынау бүйтіп жабылады ғой. Содан қалғандары ғой мыналар. Көрдіңіздер ма? Ар жағында лава қалып қойған. Есіктер жауып. Міне қала, Помпей, былай қарта төмендей береді. The Cornelia House, okay? Қазір мынау Помпейдің типичный бір микрорайоны. Әртүрлі бутиктер, торговый точкілер, кафейнялар, манжит, ресторан, жан-жақтан. Мына жерде сат болған. Скорее всего, мына төбесі навес болған ғой, мына жерде статуялар болған, құлап қойған. Адамдар тастарды қалай салған қараш. Кәдімгі төрт-бұрышты кесіп салған. Әдемі архитектурасы. Мына қазіргі көше ғой біздің, мына жердегі. Ал бұрында қалай болған, қалай қашқан адамдар міне. Мына сол көше, көрдіңіздер ма? Мына вулкан шықты, атып жатыр мына лавалар. Мына шошып жатыр мына әйел. Мына кісі Құдайға жалбарынып жатыр. Өлтірмеңдер деп. Мына атпен қашайын деп жатыр. Мына екі баласын алып қайда барарын білмей жатыр. Мына құлап қалды мына әйел, аяғын ауыртып алған. Мына от келе жатыр, көрдіңдер ма? Ешкім құтылмайды, бәрі өліп қалады бірақ. Қазір мынандай болып қалды, көрдіңдер ма? Міне мынандай ғой, бұрында ол мынандай болған, көрдің ба? Төбесі болған оның. Мына столбылар болған. Қазір тек қана 2 стол болған болды. Қалғандардың бәрі құлап қалған. Бұрында ол мынандай әдемі здание болған. Вулканнан кейін Мына вулканнан, мына жерде статуя болған, видишь? И статуя осталась. Статуя осталась. Чекитка. Так, человек-конь, найдем его. Мына көрген жерлеріңіз, мына, ана екі тау, Везувий. Мына статуя, статуя көрдіңіздер ғой. Мына жақта көшелер. Ал бұрында ол мынандай болған екен, көрдіңіздер ма? Осы жердің орталығы площадь болған ғой. Махамбет Өтемісов атындағы площадь сияқты. Осындай здание болған, оның төбесі жоқ, естественно. Қазіргі жағдайы мынандай, мынандай. Мына қарасаңыздар, қабырғадағы сол кездегі мынау қабырғаның бояулары сол күйінде сақталған. Көрдіңіздер ме? Әдемі жасаған екен. Қызыл, негізгі қызыл мен сары цвет екен көбінесе. Галатасарайдың цветі дейсің. Бірақ яғни көрдіңіздер, сол күйінде сақталған. Осы біздің күнімізге дейін күшті жасалған. Ол кезде өнер, сурет өте қатты дамыған ғой. Қараңызшы мынаны. I'm really sorry, excuse me, please avoid putting the random frescoes, okay?
Қазір біздер мына өздеріміз белгілі Везувий тауына бара жатырмыз. Вулкан тауы. Бұл қазір ұйықтап жатыр. Buradan бірнеше 2-3 мың жыл сайын оянып тұрады дейді ғой. Енді қашан оянатынын бір Алла біледі. Қазір соның төбесіне шығуға тырысамыз қазір. Машинамен шығармайды дейді. Ковид заманынан бері запрещен. Сондықтан қазір автобус жалдап өзіміз сияқты туристерменен кетіп бара жатырмыз. Тау, ана таудың төбесіне дейін көтерілеміз берсі. Сосын әр қарата және жаяу жүреміз. Привет. Привет. Қайда баратсың, Ерхан? Париж. Ал қазір қайда баратсың? Вулкан. Вулканды көруге баратсың ба? Молодец. өткен сайын неге сезім суиды екен, суреттерге өң жетпейді ме? Кейде тым қиын сүймені, ол биік күйдің әні, теңеуге келмейтін ол бейне. Мұны бала айтып кетті, дұрыс әңгіме, махаббат шын емес, суретсіз аниме. Менің бар мұз, сезгенше көрсетем, көбісі білмейді, өзінше көрсете кеудеме. Қазір біздер Везувий тауының шыңына, яғни шыңы десек шың деп айтуға болады, соған жақындап келатырмыз. 1 километр қала автобус тоқтайды, бәрі түседі, одан кейін жаяу көтеріледі. Вулканның шыққан жері кратер дей ма, шахта дей ма, не дейді. Сол жеріне барып қараймыз. Кішкене ауыр енді балаларға, бірақ 1 километрге штоға болады. Сонда сенің орының толып жатқан сезімдермен, егер сенбесең мұнда тексер, еркелет бекесін тек сен. Маған олар көкпе, ойламау өтірікте, бөппе, қара бері. Мұнда қара, жүрегімді бол, мұнда қара. Such damage were in the last century. Before last century, we didn't wear so many. Сонымен біздер қазір таудың төбесіне шықтық. Тамаша жер екен. Біздерге гидтің айтқаны бойынша мына Везувий соңғы 4 ғасыр ішінде 32 рет атылған екен, яғни вулкан шыққан екен. Ең соңғысы осыдан 80 жыл шамасында 1944 жылы лава атылып, былай айналып, мына тауларға соғылып, барып осы жерді толтырып, бірақ тоқтаған екен, қалаға дейін жетпеген екен. Енді ученыйлар әрине болжамдар жасайды әртүрлі. Бұны қашан келесі рет атылады деп ойластырып жүр, бірақ енді оларға да өте үлкен ауыр жұмыс, себебі мысалы айтсам 3 жылдан кейін немесе ертең атылады десе, мына себебі біздің халқымыз ұмытпаған. Бұлар ғасырлар бойы лаваның үстіне жапқан сайын үстіне үй салады. Лава келіп жабады, бәрін өлтіреді, үйлерін бәрін қиратады, үстіне қара тұрғызады. Одан кейін лава қайтадан атылады, үстіне қара тұрғызады. Яғни ештеңе үйренбеген дейді. Яғни гидтің өзі итальянец, өзі сол шекүйіп айтып тұр. Біздің халық біз ештеңе үйренбейді дейді. Яғни өткен тәжірибелерден ештеңе бір алмайды дейді. Яғни халық сондай солай береді үйде просто. Себебі лава шыққан кезде ол өте жайлап жүреді дейді. Яғни, на самом деле, лава өлтірмейді дейді адамдарды. Оның экономический проблемасы бар. Яғни үйлерді қиратады, инфраструктураны жауып тастайды. Яғни, сондай проблемасы бар. Ал адамдарды өлтіретін, на самом деле, лава емес. Мына лава атылмастан бұрын, бұның ішінде пробкасы бар. Кратердің аузында 1-2 километрде пробка тұрады. Сол пробканы газ бұзып жарады. Сол кезде өте қатты давление аспанға 5-6 километр бойынша үлкен түтін шығады. Яғни, ол ақ түтін саңырауқұлақ сияқты, яғни бомба сияқты бар. 5-6 километр тіп-тіке атады. Ол 500 градус ыстық. Сосын ол қалаға келіп жабылады. Ол именно адамдарды өлтіретін сол түтіннің ішінде бәрі бар. Яғни оның ішінде от та бар, күл де бар, лава да бар, қашылап жатқан оттар да бар. Осы адамдарды өлтіретін сол екен.
ал лаваның өзі ол өте жай қозғалады, адамдар оны көріп тұрады, қашып үлгеріп алады, қашып сілесі. Сондықтан мына жердегі халықтардың жағдайы өте қиын. Егер мысалға бір болжауларында түр бар. Қысқа уақытты болжау бар, орта уақытты болжау, немесе алыс ұзақ уақыт. Мысалы, ең қысқа уақыт ол 3-4 сағаттық болжау. Яғни 3-4 сағаттан кейін бабы бола ма, болмай ма, атыла ма, атылмай ма, соны есептейді. Ал орта кезеңді болжау, орта мезгілді ол енді 1 жыл, 2 жыл, 3 жылға дейін есептеледі. Сол яғни мамандардың өте жұмыстары қиын деген себебі, егер олар қазір айтатын болса, шамасы ертең лава атылады деп. Мына 800 мың Неапольді көшіру мүмкін емес бар. Сондықтан өте дәл есеп керек. Оны есептеген керек. Ал кетіп бардыңыз біздер. Шаршадық. Қайда кетіп Тер. Қайта градус температурасы 33 градус. Яғни пока терпеймін, бірақ енді жоғарыға шыққанда қиын болады екен. Балаларға әсіресе, бірақ біздікілер шыдады не керек. Әсіресе Ясмин бірінші шықты. Себебі ол бассейнге бар жүр, еще каратэге бар жүр. Конечно, оларда аяқтары дамыған. Біздер ғой басқа, Ерхан да шыдады. Ерхан түскенде тез Тезгенде түсіп тез. Қазір біздер Неаполь қаласына келдік. Қала ескі қалалардың бірі болып есептеледі. Біздің баратқан жеріміз қазір атақты футболист Марадонаның соның құрметіне арнап салынған үлкен сурет. Үйдің жарына салынған деп соны көруге баратырмыз қазір. Қала лас екен кішкене. Негізі біздің естігеніміз бойынша Неаполь криминальный қалалардың бірі болып есептеледі. Оңтүстік жағы ғой енді кішкене Италияның. Ехал бы, да? Мынау Марадонаның фанаттары. Марадонаның бәрі Марадона. Сіздер білесіздер, Марадона 81 мен 94-тің арасында Неаполь қаласында, Неаполь футболный командасында ойнайды. Атағы шыққан жылдар. Атағы шыққан кәдімгі нағыз керім перформанс көрсеткен жылдар. Оны көрдіңіздер ма? Бәрі Марадона. Міне фотосы. Суреті. Бізге қазір кету үшін мүнжеден тіке ана көшеге кіруіміз керекпіз. Бірақ біз ол көшеге сиямыз ба? Мен машинам сол көшенің размеріне болатын сияқты. Полиция тұра тұр деді бізге. Әлде айналып кетейін деп жатырмын екен өзі. Алар қашып жатыр, полиция кетті деп. Қашты. Точно сол таксимдегі оқиға ғой. Арабтар сатады естіп. Қара нәсілді ұлттар. Әртүрлі безделушки. Өтірік копиялар. Сондықтан оларға сатуға көшеде болмайды. Мен қазір ана көшеге сиям ба? Тіке ана жоғарға кетуім керек. Артқа кетуге болмайды, односторонний дейді. Ал көрейік. Аха, сиямыз. Так, чуть-чуть қалды. Так, маған екінші оңға деді ғой маған. Ал мынау қандай көше екен көрейік. Бісміллә.
Жарайт. Пока келатырмыз. Так, или прямо, или налево деді да. Бірке мынаның көшесінде жүре алмай қалсаң қалдың ғой, көшесінде. Помпейден шамамен 2,5 сағаттай жол. Жолда біразда пробка болып қалған екен, авария болып. Бірақ, сол нормально 2,5 сағатта, 2 сағатқа жақын уақытта келдік. Тор Вергада деген гостиница. Қаланың сәл ғана сыртында екен. Мысалға, қазір біз Колизей, дұрыс. Колизейге қарай кетіп бара жатырмыз. Яғни ол білесіздер ғой, Римнің қақ ортасы, баяғыда гладиаторлардың шыққан стадионы. Әрине, бұл уақытта ол жабылып қалды. Біздің мақсатымыз сол маңда бір жерден тамақ ішу және түнгі Римді дронға түсіру. Бізге ескертті, ол жерлерде парковка проблема болады деді, бірақ енді соңында да өзіміздің бағымызды сынайық. Мүмкін бір орын бізді күтіп тұрған болар деп шықтық. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Құрметті достар, міне өздеріңіз көргендегідей біздер бүгін Рим қаласындамыз. Оның ежелгі қаланың орталығы болып есептелетін Колизейдеміз. Аңыз әңгімеге сүйенсек, Римнің қалай құрылғандығы туралы. Баяғыда Ромул мен Рем деген екі егіз адам болған екен. Солар осы қалаға қараланы құрып, осыған басшылық жасаймыз деп бір-бірімен келіспей, ақыры Ромул Ремді өлтіріп, осы қалаға Ромул деп өзінің атын берген екен. Яғни бұл біздің дәуірімізге 750 жыл бұрын жасалған, құрылған қала екен. Сол Ромул осы қаланың алғашқы патшасы болған деп есептеледі. Одан кейін әрине Рим империясының астанасына айналды. Енді қазіргі көргендеріңіздей, міне алдымызда осындай мұражай бізге ұрпақтан ұрпаққа қалдырып, осындай тамаша көріністі көруге нәсіп етіп тұр бізге. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. That I haven't seen your face, trying to be strong, but the strength I have is washing away. You are the apple of my eye.
Amore, ci spostiamo. Se cade il mondo, sarà perché ti amo. Stringimi forte e stammi più vicino. È così bello che non mi sembra vero. Se il mondo è matto, che cosa c'è di strano? Matto per matto, almeno noi ci amiamo. E vola, vola si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. E vola si va, sarà perché ti amo. E vola con me e stammi più vicino. E se l'amore non c'è, ma dimmi dove siamo. Che confusione, sarà perché ti amo. Сонымен достар, бүгін саяхатымыздың 11-ші күні. Біз Римнен кетіп бара жатырмыз. Кеше күні бойы Римді араладық. Күн аздап ыссы болды, 32-33 градус. Әрине балалармен жүрген соң кішкене қиындау болады. Оларға көптеген тарихи нәрселер, заттар, үйлер, ескі зданиялар көп қатты қызық емес. Олар үшін может просто баяғыдан қалған бір жартас тас сияқты болып көрінуі мүмкін. Сондықтан әрине көп музейлердің ішіне кіріп, бұл Италияны аралау үшін, әсіресе Римді аралау үшін мүмкін бір ай керек болар, әрқайсысын зерттеп, түсініп, гидпенен аралау үшін. Бірақ өкінішке орай бізде ондай бір айлық уақыт жоқ. Сол бір күнде аралай алғанымызша араладық. Әйтеуір главный балаларға Колизейді көрсеттік, Пантеонды көрсеттік, Фонтанды көрсеттік. Сол жерлер арасында жаяу жүріп, сол жерлердегі барлық тарихи ғимараттармен танысып шықтық. Бүгінгі біздің жоспарымыз қазір орта жолда бір таныс досымыз бар. Олар да демалып жатыр екен кемпингте. Соларға соғып көрісіп кетеміз. Әрі қарата Пиза башнясына барамыз. Одан кейін Флоренция қаласы арқылы Болонья қаласына жақындап, сол жерде қонамыз деп ойлаймыз. Ал ертеңгі жоспарымыз ол Швейцарияға бару. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano. Сонымен біздер Римнен қазір Вада деген регионға келіп жатырмыз. Вада деген регион несімен танымал? Бұл жерде өте көп кемпинг бар. Бұл жер Италияның оңтүстігі сияқты қатты ыстық емес. Бүткіл итальянстар осы жерге келіп демалады. Тек қана итальянстар емес, міне мына келатқан жігіт неміс. Бұл біздің таныс досымыз Әсел деген құрбымыздың күйеуі
Михаил, Германия, қайда Германия, Швейцарияның тұрғыны. Бұлар бізді осы жерге шақырып келіп жатырмыз. Nice to meet you. How are you doing, man? How are you? Good. Hi. How are you? So, Good. good. We are filming everything. Nice. Are we so park here or can we Yes, go I talked to her. You can park here. next to your? No, we can park and then we walk in. All because right. You cannot have car inside. Okay, so But I asked her to open and she will open and you can pass. car wash. You know, you had a water flowing here or what? Yeah, yesterday we had a lot of Swimming, yes. Raining. rain. Very strong rain, yes. It was. Мынандай көргендеріңізде жан-жақтан Европадан әртүрлі номерлерменен. Where is this A means? Austria. Okay. So from everywhere, eh? From all Europe comes here. Nah, but mainly Switzerland, Austria. Germany, Closest countries. Italy. Yeah. Жан-жақтан адамдар келіп, мынандай автодомдармен тұрады, бір апта жатады осында. Әрқайсының өзінің индивидуальный кухнясы. Тек бұл жерден, скорее всего, электричество алады, су алады, және канализацияға рұқсат береді. Сонда әркім осылай кішкентай компьютермен бүйтіп жата береді. Бізде бұндай енді дамымаған ғой, көрдіңіздер ма? Сонда бұларға арзанға шығады. Гостиница жалдамайды, иә? Өз киімдерін өзі жуады, мынандай палаткада жататындар бар міне. Қараңыздаршы, неше кісілік, 10 кісілік, 7 кісілік. So you just rent the place actually, Yes, right? you rent a place. And you get electricity, Electricity. canalization for But toilet wash. You would need to go there on the On parking the ground. But it has, it has central washing station for dishwash. This is drinking water. So actually you don't need like to sink or the toilet also. You don't really need it. So you fill it one time with water. You have the toilet inside installed. Yeah, You we just have, once it's filled up, you just empty there. That's it. Мә, біздің қызды қараңыздар. Қалайсыңдар? Казахи везде. Сәлем. Қазақтар болса. Кім атын? Ясин. Біздің бүткіл оператор. Оператор. Режиссер суреттеп па? Блогерлар. Біздер қазір мына қызым бар менің. Ясмин деген қызым. Бұл рум-тур жасайды қазір. Ерхан. Ясмин, сен аты кім? Ерхан, кілең ес кілең бізде де ес. Бізде A-team дейсі. Мынау сіздердің нелер ма? Зал ғой, иә деп қойшы. Мынау бізді холл. Ассаламуалейкум де. Молодец. Кел, да кел. Вот Эрик. Эрик. Біздің Ерхан кел, амандас. Ерханмен амандас. Шеше. Жалаңай құрысымен жүре беріңдер. Төбі қыздырып Жүр, күшті екен. Күшті. О, бізде де палатка бар, бізде бірақ кейде шаршайсың палатканы ашуға ауыр ғой. Ана, ойлайсың, лучше... Мальчики, бұлар орыс қазақша білмейді. Пригласите гостей к себе. Ерхан, келші мында, Ерхан. Мына жерге отырамын. Балалар осы жаққа отырады, кел мында. Амандас балалармен. Амандас. На русском разговаривать. Они на русском понимают, наверное. Привет, скажите. Иди, скажи привет Ерханға. Играть, пригласите играть. Ладно, внимание не обращаем, қазір. Өздері қазір араласып кетеді. Бұл жерде бірнеше ұлттың араласқан несі бар. Сонымен қалайсың, неше күн боласыңдар мұндасыңдар? Біздер мұнда бір апта. Осы жерде неше күн болды келгендеріңе уже? Енді тағы да бір апта? Осы енді 7 күннің 3 күні өтті, 4 күн, сосын тағы островқа. Островқа барасыңдар деп жатыр, айтып жатыр бір. Айланд дей ма? Эйбо ма, қалай? Эльба. Білмеймін, мен де білмеймін. Сол не айырмашылығы бар ма? Теңізі бөлек па, жағасы бөлек па? Әртүрлі ғой жер әртүрлі. Несі әлгі құмы, несі дейсің да? Білмеймін ба. Теңіз қай жақта мұн жақта? Міне теңіз мына үйдің мына топырақ нені түйірін ар жағына түсесіздер. Окей. Төмпешіктің арты, иә. Біз чуть-чуть асып кетіппіз, сен қарадың. Байқамай қалыппын. Негізі, хотя мұн жақтан келген трасса прямо алдында тұр екен бізді.
Спроси, девочки, предложи сироп. Наверное, пить хотят. Будешь Пиццу хочешь? Что деген боласыңдар жолдан? Холодильник, смотри. Артта этот двухспальный кровать. Мына жерде двухспальный кровать. Ну, газ, да? Мына жерде газ, я. And then, yeah, you can normally you can buy it in petrol station. No. Like Мына біздер қазір Михаил менен Әселдің отбасында мынандай күшті тамақ жеп жатырмыз. Оказывается, бұны біздің күйеу бала дайындаған екен. Көрсетші? Барын салып, ішінде авокадо бар ма, зәйтүн бар, моцарелласы бар. Кәдімгідей дайындалып. Бізде алыс жолдан шаршап келгенде өте күшті болып кетті мына жер. Кәдімгі көлеңкеде рахат. Өзің балаларға жалаңаш ойнап жүрген. Қазақтың балалары сияқты. Просто сары десең. Бөленіп шуағына күннің аспаныма қарайым, бұлттар алып түрлі пішінді. Өткен шағыма үңілдім, шыңдарымды санайым, ынтамен салғаныма күшімді. Ризамын өзіме, өттім төзімен, іздерді іздеумен, төктім талай терді. Мен айттым, мен істедім, біреу көмектескенін күтіп жүре берсем баяғыда батар едім. Көретін болса көзде көріністер көп көрген, күз болсын мейлі көктем, бір сәтке тоқта салып арқаны кеңге, берерім не аларым жоқ ешкімнен. Реніш жоқ өткенге, бір елі жақынмын тағы еркіме, салып арқаны кеңге, берерім не аларым жоқ ешкімнен. Реніш жоқ өткенге, бір елі жақынмын тағы еркіме. Жалаңдап қарайды жарқын күндер, іздеп таптым дәптерден, кілтсіз ғашықтық есіктер, бәріңе Ал біз қазір атақты Пизанская башня дейді ғой, соған келіп тұрмыз. Бұл Пиза қаласында орналасқан. Яғни, бұның қандай бір қызықтылығы бар. Бұл 12-ші ғасырда салынған. 12-ші ғасырда салынған. Айтуларына қарағанда, яғни интернеттің информациясына қарағанда, 3-ші этажға келгенде, яғни құрылыстың 5-ші жылында, ол жылдар жайлап салынған ғой. 3-ші этажына келгенде уже бұл ғимарат жайлап майыса бастаған, қисая бастаған екен бір жағына. Бұның себебі өздерінің тастары, яғни бұл құрылыстың өте мықтылығы және основасы мына төмендегі грунт дейді ғой, топырағы жұмсақ болуына байланысты. Бірақ соған қарамастан бұлар оны бітірген. Содан бері неше ғасыр өтті? 8 ғасыр өтті ма? Бұл әлі тұр. Әрине, одан бері қарта майыс осындай қисайып осындай күйге келген ғой. Мына көріп тұрған Капитол қасқыры, яғни ұрғашы қасқыр, 2 баланы емізіп тұр. Сіздер бұның аңыздарын білетін боларсыздар, я? Римнің құрылысынан бұрын осы жерде бір патша болған екен, я? Сол патшаның қарындасынан туған 2 баласы болған, егіз бала. Ромул және Рем деген. Сол патша бұларды кішкентай кезінде себетке салады да, Тибр өзеніне ағып жібереді, яғни өлсін дейді ғой, себебі ертең маған ешқандай тағыма таласпасын деп. Бірақ оларды, яғни 2 кішкентай егіз баланы сол жерде бір Тибр өзен бойында бір жерден бұлар жағаға шығып қалады. Сол жағаға шыққан жерде Капитол дейтін жер екен, сол жердің
осындай ұрғашы қасқыры келіп, бұл екі баланы емізіп, бұларды аштан өлтірмей аман алып қалады екен. Балаларды сәл өске келе, сол жердің бір малшысы, қойшысы делік, бұларды асырап, бұларды ер жігіт, батыр жігіт етіп өсіреді екен. Күндердің күнінде Ромул менен Рем екеуі сол жерлердің үлкен атақты батырларына айналып, осы жерде бір қала саламыз деп келіседі. Бірақ сол кезде бір-бірін көтере алмай Ромул Ремді өлтіреді екен. Сосын өзі Ромул дейтін, яғни қазіргі Рим қаласының қабырғасын тұрғызып, сол қаланың алғашқы патшасы болып тағайындалады екен. Яғни осындай аңыз әңгімесі, соған қарап осындай Капитол қасқырының мүсіні бар, сізде көргендегідей. Үніммен әкетемін әдемілі бүй қасты, керемет емес пе қосылса екі асыл. Үтікте отырасың көйлегімнің жағасын, алыным болса күте тұрсын ағасын. Ай, күте тұрсын ағасын. Қалаймын сенің маған ғана төзгеніңді, алыстан тек мені ғана сезгеніңді. Қорықпа жүр әлемме жол тартырам, жүрегіңді емдеп алам. Өзіңімде балам, сені сағынудан шаршадым, жүрегімде қанжамым, ойламайтын жаным сені бармағын. Сені сағынудан шаршадым, амал бітті қарағым, жолы сенің қалаңа дейін қаншағын. Сонымен біздер қазір Болонья қаласының маңында бір кемпингке келдік. Мына жер өте тамаша жер. Қазір ертең бұйырса таңертең полный обзор жасаймыз. Бірақ біз келгенде кеш басып жатырды. Сонда көріп үлгергеніміз, мына жердің өзінің бассейні бар. Өзінің футбольный площадкасы, өзінің теннис площадкасы бар. Бірнеше туалеттің түрлері бар. Унитазбен жасалған, былай отыратын туалеті бар, душтары бар. Таптаза және. Мына жерлерде бала ойнайтын жерлер бар. Оны таңертең түсіреміз. Мына екі таудың ортасында орналасқан, ауа райы керемет, маса жоқ. Яғни бір шірке сияқты бірден шығып жүр, өте мелкий, бірақ оның да өзі 2 штук тек қана. Яғни ешкім былай андай мазасын алмайды. Ана жерде европейстер өзінің каравандар, кемперлерменен келіп демалып жатыр. Светті жағып қойып, кішкене отын жағып қойып, әйелімен күйеуі отыр, әңгіме айтып, аспанға қарап жұлдызды санап. Арнайы ыдыс жуатын жері бар, киім жуатын жері бар. Киім жуатын жерлер бар, иә. Аяқ жууға арналған жері бар. Әлі талатын жері бар тіпті. Біздер сол тамағымызды пісіріп, енді бұйырса кричим, тамақ ішемін деп. Бәрі тыныш отырмай, басқалар. Қазір біздер кемпингтен тұрып жатырмыз. Сіздерге кемпингті бір көрсетіп шығайын. Таңғы сағат 7-тен кетіп жатыр, бәрі ұйықтап жатыр. Мына жерде теннисный площадкасы бар. Бер жағында футбол ойнайтын жер бар кішкентай. Міне біздің тоқтаған жеріміз. Бұлар сұрайды, электрик керек па, электрик керек емес па деп. Біз айттық, жоқ, біз бір түн қонамыз, бізге электричесі керек жоқ, өзімізде бәрі бар дедік. Мына жерде мысалға бунгало. Бұлардың өздерінің егер шатырыңыз болмаса, бунгало жатып қалады. Мынандай үйлермен, автодомдармен келіп жатады. Мысалға мынау просто Fiat, ар жағында прицебі бар. Мына жақта кілең сондай автодомдар көбі прицеппен жүр. Машиналар, жеңіл машинасы келеді, міне. Мынау да прицеп. Мынау Volvo. Көргендеріңізде бәрі сыртта өзінің кішкентай шарбағымен жатыр. Лағалта орман. Таудың арасына кете бересіз. Мына жерде үйлер бар. Бунгало деп аталады. Егер шатырыңыз болмаса, осындай жерге жатып демалуыңызға болады.
міне әрбір жерде өздерінің удобстволары бар. Туалеті, душы. Айтпақшы ана жерде бассейні бар. Мында қол жуатын жер. Сөйтін жаз. Мына душ. Салқын душ. Мынау специальный туалет. Ну, аяқ жуатын жерлер. Дәрет алуға өте күшті. Мына жерде ыдыс аяқ жуатын. Ыдыс аяқ жуатын көрдіңіздер ме? Мына жерде қол жуасыз. Жазылды даже. Ыдыс аяқ жуатын жер деп. Мына стиральный машиналары. Мына уже ыссы душ аласыз. Жетон аласыз, мына жерден. Мына айтады, жетонды ресепшнен ала аласыз дейді. 10, 20, 50 цент. Душ алу 60 цент. 60 цент төлейсіз, ыстық суменен душ аласыз. Міне осылай көше кете береді, ана жақта ресепшн. Өйтіп бунгалоулар. Міне өйстіп европейстер келіп жатады, айлап жатады. Мына автодомның шықпағанына біраз болған сияқты. Көрмекшілердің торларына қарағанда. Мынау да бірталай тұр. Тұрып, даже тастап кететін болар бұлар. Келесі жылға дейін, өшшеге. Жылға арендовать ететін де болар мүмкін. Құрметті достар, бүгін 12-ші күн жолдамыз. Кеше Болония қаласының маңында бір күшті бір кемпинг жерде қонып шықтық. Палаткамызды тігіп, тамағымызды пісіріп, фонаригімізді жағып, әйтеуір таза ауа астында, маса жоқ, рахат, сап-салқын күшті ұйықтап шықтық. Ұйқы қанып қалады екен. Таңертең тұрып, жиналып, енді қазір біздің келесі орнымыз Швейцарияға қарата кетіп баратырмыз. Швейцарияға примерно 5-6 сағатта барады екен. Швейцарияда Гриндевол дейтін жерге баратырмыз. Гриндевол деген жерде үлкен бір сарқырама суы бар дейді. Соны көреміз, басқа да таулы аймақтарды көреміз. Бұйырса, сол жақта қонып, әрі қарата жүру жоспарымыз. Ал, құрметті достар, біз бүгін Италияның солтүстігінде орналасқан Комо көліне келдік. Көптеген открытка картинкалерде көрінетін көлдер осылар ғой. Жан жақтарында үлкен, қымбат коттедждер, сарайлар салынған зәулім. Жолда болған соң көріп, қасына келіп, бір қарап кетейік өз көзімізбен деген мақсатымыз болған. Тамаша екен. Итальянстардың жақсы ерікпей демалуына арналған жерлердің бірі ғой. Сонымен Алла шүкір, қазір Швейцария еліне кірдік. Комо деген қаладан біз өтіп кеттік Швейцарияға. Тіпті паспортный контроль, андай ештеңе болған жоқ. Как будто кете берген сияқтысың, сол көше кетіп батырықта бір кезде Швейцариядасың деді. Рахмет дедік. Ешқандай ештеңе болған жоқ. Мүмкін бұлардың өтетін бірнеше жері бар бұлар, яғни бір жерлерде пост бар, бір жерде паспортный контроль тексереді, бірақ біз просто өтіп кеттік. Қазір мынау әсем таулардың арасында келе жатырмыз. Кішкене кешіріп қалып жатырмыз. Алда бұйырса Гриндевол дейтін әсем жерлерге барамыз. Альп тауларының бөктерлеріне үлгерсек, сол жерлерде бір үлкен водопад, сарқарамалар бар дейді. Соны көруге тырысамыз, күн батып кетпей тұрғанда. Бұйырса бүгін кешке бір кемпинг жерінде қону. Кешіккеніміздің себебі мен жолдан шатасып кетіп, карта қуып кетті ма, мен бұрылды ұмытып кеттім ба, әйтеуір басқа жаққа кетіп қалыппын. Сосын енді кері қарай жүру керек болды. Кері қарай жүріп, былай қарадым, артында ешкім жоқ, алдында ешкім жоқ. Енді олардың көшелері былай ғой, таудың серпантин бұрылыс. Андай сплошной линия тұр. Жақсы, осы жерден өте қойын деп бұрылдым ғой. Яғни мен негізі жол ережесін бұздым ана жерде. Сплошной линиядан бұрылуға болмайды ғой.
бұрылған бойда қайдан шыққан белгісіз бір мопед ұшып келді де менің арт жағыма соғылды ғой. Шошып кеттік бәріміз. Тұрып шығып, ана кісі ыңырап жатыр ана жерде, ауырсынып. Сол жерде басқа адамдар келіп тоқтап, скорый шақырып, полиция шақырып, ана адамға кішкене көмектесіп, мен в общем ол кісінің сол қолы және оң аяғы ауырып тұр. В общем оң аяғы пока қимылдайды әрлі-берлі, бірақ енді соғылған, енді ет ауырған ба, сол қолын кішкене қимылдай алмай тұр. Скорее всего ішінен сынған ба, бірақ ешқандай қан ештеңе ағып жатқан жоқ, ештеңе. Денесі сау, басы сау, денесі сөйлеп жатыр, бәрі жақсы. Тек ана қолы қатты ауырып жатыр. Сол кезде скорый помощь келді, ананың қолын гипсіне зафиксировать етіп, аяғын зафиксировать етіп, оны алып кетті. Енді мен айттым, кешірім сұрадым. Ол да айтады, әрине проблем жоқ, несчастный случай сияқты, яғни. Бірақ енді мен не прав мына жерде. Ол да енді қатты ұшып келе жатыр бір жағынан. Полиция келді, жаңа жерде протокол толтырды, түсініктеме алды. Маған бір жігіт жолда кездескен ағылшынша түсіретін жігіттер кездесіп, переводчик болып көмектесті. Сол жерде полиция айтты, мына сплошнойды бұзғаның үшін штраф саламыз деді. 31 евро төлесін деді, жарайды, төледік сол жерде. Прям оларда банкомат карточкасы бар екен, солай жүреді екен оларда. Сосын айтты, болды, жүре беріңіздер, өздерінің страховой компанияларыңызға хабарласты деді. Жол болсын, аман сау жүріңіздер деді, кетіп қалды. Мен сосын жаңағы грин карт сатып алған Қазақстан компанияға жаздым. Негізі грин карт дейтін ол Европаның картасы ғой. Шенген және Европа елдерінде жұмыс жасайды. Грин карты деп аталады. Американский грин карт емес, басқаша ол Европаның машинаға арналған страховкасы. Олар, оказывается, Азербайжан мемлекеті осы грин картыны сату жөніндегі несін алып алған, типа, қалай айтсақ, франшизасын алып алған екен. Бүкіл СНГ-ге Азербайжаннан сатады екен таратып. Олар Азербайжанның бір нөмірін берді, Азербайжан жігіт, ол маған шығып, жаңағы данныйларын сұрап алды, ана кісінің данныйын, фотосын бәрін түсіріп алдым. Полицейский маған WhatsApp-пен жіберді ғой бәрін, жаңағы пострадавший кісіне мопед. Оны больницаға алып кетті. Яғни оның өзінің страховкасы бар, медицинский. Оны сол медицинский страховка жабады. Оның мопедін, енді оның мопеді бұзылып қалды ғой, сын. Оны менің страховкам жабады. Соны мен бүткіл данныйларын жібердім. Өкінішке орай ана кісінің енді Алла тезірек шипасын берсін деп тілейміз. Біздің де жанымыз ашып баратыр. Қараптан қарап кетіп жатқан кісі ғой. Мен дұрыс емес жерде бұрылып, ол да тоқтай алмай, менің артқы неме соғысты. Крыла дейді ғой. Соғысында енді оқиға болып қалды, өкінішке орай. Бұл да бір сабақ. Мүмкін мен жолда көп жүргесін андай концентрация жоғалтатын болармын, бдительность жоғалтатын болармын, шаршайтын болармын. Сондықтан жолда жүргенде жол ережелерін бұзбай, шаршамай айдау керек машинаны. Қазір біздер Швейцария инженерлерінің мақтанышы 80 жылдары салынған ең ұзын туннель болып есептелген Сен-Готардо деген туннельмен келе жатырмыз. Бұл туннельдің ұзындығы 17 километр. 70 жылдары басталған туннель. Біз қазір оңтүстік жағынан кіріп келе жатырмыз, солтүстік жағынан шығамыз. Оңтүстік жағына кіре берісінің теңіз деңгейінің биіктігі 1146 метр болатын болса, солтүстік жағының шыға берісі 1080 километр теңіз деңгейінен. Яғни уклон бар, біз төмен түсіп келе жатырмыз қазір таудың ішінен.
Сонымен достар, біздер қазір Швейцарияның Лаутер Брунен деген кішкентай ғана елді мекеніне келдік. Бірақ өзі кішкентай болғанмен бұның табиғаты зор. Мынау көріп тұрғаныңыз Европадағы ең биік сарқырама. 300-350 метр болатын болар деп ойлаймын өзім. Европада ең үлкен сарқырама. Сарқырамалар негізі көп, ана жерде бар, оның аржанда да бар. Біздер бұйырса бұны аралаймыз, дронмен түсіреміз. Қазір біздер бір күшті бір кемпингке келдік. Кеше Италиядағы кемпингті күшті десек, мынау одан да асқан сияқты, білмеймін, люкс барлық жағынан. Ана жақта балалар ойнайтын жағы бар, душ бар, туалеті бар. Бұл жақтың суы краннан іше бересің дейді. Яғни соншалықты таза. Біздер қазір орналастық. Негізі бізге орын жоқ деген, біз кетерімізді, кетпесімізді білмей тұрып, ойланып тұрғанда жаңағы осы ненің жұмысшысы біздің қасымызға келді. Әлі кеткен жоқсыздар ма? Иә, кеткен жоқсыз. Қайда барасыңдар? Анда-мында іздейміз деп. Қазір мен сұрайын, бір жігіт бір орын кетті дегесін. Рұқсат берді. Осы жерге келдік. Міне осында кішкентай ғана жер. Негізгі бұл жер әрине қымбат. Мысалға бір ғана кемпер, мысалға мынандай бір кемпер, 2 ересек адамға осы жерге тұрған үшін 50 евро төлейді. Ал біз үшін енді бізде 3 бала бар, және үлкен бала, ересек адамдар есептейді, кішкентай бала есептелмейді. Примерно 70 немесе 80 евро болуы мүмкін бір күнге. Бізге тоқ береді ана жерде, тамақ пісіруге рұқсат береді, шатырымызды құруға рұқсат береді, балалар ойнайды, душ, туалет бәрін алуға рұқсат береді. Яғни соның ішіне бәрі кіреді дегеніміз ғой. Және табиғат қандай тамаша. Білмеймін, айтып жеткізе алмаймыз бұл жерде. Ыдыс жуатын машина, ыдыс бәрі қосылып тұр бұл жерде, иә. Соны айтамын. Мен ойлаймын, мына шетелдіктердің өмір салттарын таңғаласың, иә. Қараш, келді, әйелі, күйеуі, екеуі просто отырды. Кітап оқып отыр осы жерде. Басқа ештеңе істеп жатқан. Бұл жерге не үшін келеді? Не үшін күніне 50 евро, 60 евро төлеп отыр? Просто табиғатын үшін. Түнде жаңбыр жауып кетуі де мүмкін. Білмеймін, Құдай сақтасын, пока жаңбыр неде жоқ прогнозда. Мына жерде не секрет дейді жаңағы. Ұшатын дельтаплан дей ма, не? Адамдар сондықтан дрон ұшыруға болмайды дейді. Дрон оларға соғысып, в общем, бірақ уже кешке ары ұшырмайтын болар, олардың да ұшыратын уақыттары бар болар. Мына Швейцарияның жалауын көрдің ба? Сен кішкентай іліп қойып таны жерге барып біреу. Ал енді біз бұйырса тамағымызды ішіп, балаларымыз ойнауға кетті, анда балалар ойнайтын жақ бар, күшті екен. Керемет. Осы жаққа келіп тұру керек қой негізі. Қалай? Давай, Ясин, катай. Что я расскажу? Страшилки. Серьезно? Расскажи. Надо не заснуть. Кто там сзади стоит? Что ты себе? Он живой человек? Иди посмотри. Три адама? Да нет, палатки скажешь. Вот так вот фонарик. Сен қорқасың ба? Сен де қорқасың. Когда мы собираемся спать, окей? Вот так вот. Сен қорқасың ба, қорықпайсың ба? Қорықпаймын. Қорықпайсың ба? Был черный Таңертең душқа түсіп, заттарымызды жинап, жүреміз. Конечно. А я? Завтра куда? Париж. 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 Ясин, покажи видео, где там я в Париже в халате. Сен қалай барып қалдың халатты Парижге? Біз әлі жете алмай жатыр. Потому что Он я был... телепортировал. Нет, я был флешем. Флэш. А почему в халате?
кажется, я искупался. Ауа керемет екен мында. Салқын. Пахнет. Кішкене там. Умеренно, я сын емес екен. Thank you. Хай. Біздің көршілеріміз Польша. Олар Польшаға кетіп барды. Европадан, А Польша далеко, чем Париж? Англиядан келіп. Я Франция, Швейцария, Германия, Словения арқылы бұлар ертең Польшаға барады екен. Ертең? Значит, Париж рядом с Польшей или что? Или наоборот, Польша первая? Польша направо, Париж, Франция налево. Значит, мы будем ехать, и мы можем поехать в Париж? Ой, Польша? Не, Польша вообще. Эсим, покажи видео, где там я халате в Париже. Да, потом Ерхан. На, кемпинг өмір ұнаватыр. Я вот так делал, смотрите. жағдай жасалған. Ана жерде Я там халате Парижа вот так делал. Вот так сначала делал, потом танцевал. ана жерде бір екі Ата мен әже. ата мен әже дейік, иә. У них Отыр. там сыновья есть? Екеуі отыр просто. Алдына Гүл қойып қойған. иә, жайлап светильник қойып қойған. Кофе дейсің. Кофесін алып, кітабын алып, екеуі отыр просто. Просто аспанға қарап. Романтика дейсің. Анан қара, енді свет жағып қойған екен водопадқа. Прожектор жағып қойған ба, чтобы күнде көрінсін деп. Тоқтатып қоямын деді. Бәсе тауда нағылған жарығы екен. Стоп, это что, не настоящая вода? А как ты говоришь? Это вода из крана. Шутка. Пошутил. Кто? Папа? Жоқ, банан бір кісі болды ғой. Не шутит, наверное. Он just... Но для нас добрый. Баяғыша таңғы обзор кемпингтің таудың ортасында орналасқан жер екен, керемет жер. Күннің сәулесі де күн шыққанмен сразу түспейді. Сағат 8-9-ға дейін мына жер жарық болады. Как дела? Нормально. Все хорошо? Успели, спасибо большое. Театр начинается с вешалки дейді ғой. Мен де сіздерге кемпингтің удобствосын көрсетейін. Например, мусор салатыны бар, темекі салатыны бар, весы бар. На мужской, женский жағынан. Тап-таза бәрі. Туалет бумагаларына дейін бәрі дайын тұр мына жерлерде. Мына жерде шаш кептіретін жоғары қоясыз. Шаш кептіретіні бар. Яғни қағаз, туалет, сабын деген нәрселерде проблема жоқ бұларда бар ғой. Мына екінші жағы, мына кемпингтің өзінің ережелері. Мына кемпингтің аты Jungfrau, точнее кемпинг. Түркше оқып кеттік қой. Мына жерде ыдыс жууға болады, стирка жасауға болады, киім жууға болады, ілуге болады дегендей. Тек киім жуылатын жерге, көрдіңіздер ма? Мынандай баяғыда болатын еді ғой, ескі заманда ысып жуатын маған. Ыссы су, салқын су бәрі. Мына жерде стиральный машинкасы. Ал мына жерде ыдыс жуасыз тек қана. Мынау не үшін? Скорее всего, былай қоятын болар. Ана толғанға дейін, сосын барып аға беретіндей. Балалар ойнайтын жер бар. Мына жерде үлкен кемпинг зона енді. Мына екі таудың ортасында керемет жерде орналасқан Грандиволд деген қалашық. Ауасы өте тап-таза. Мына адамдар палаткаларын құрып жатыр. Палатканың түр-түрі бар. Мына әрбір 3-4 жерге осындай электрический доступ береді. Әркім өзіне қалағанын алады. Мына жақта отыратын орындар дайындаған. Мына жерде өзінен туннел жасап қойған. Швейцарстар туннел жасауды жақсы көреді дейміз. Мынандай кемпер. Точнее, бір машинамен тартатын ғой. Машинасы мынау. Жеңіл машиналар тарта береді. Ал мына жақта бунгало деп есептеледі. Егер сізде палатка болмаса, болмаса автодом болмаса, осында үйлерді жалдап тұруларыңызға болады. Ана жерде балалар ойнайтын жері бар, алаң. Карусель әртүрлі жүретін, секіретін
мысалға бізде елімізде туризмді дамытудың вообще ол әңгіме тек қана инфраструктура жасай салуды емес қой. Инфраструктура жасай саласы, мысалы осындай тамаша жер бізде Бурабайда бар дейік. Бірақ адамдар қалай келеді бұл жерге? Мысалға ойлайсың да, в чем смысл да? Өзінің үйі ана төменде, бір 50-100 километр жердегі үйлер, мысалға, даже шетелден келсінде. Сыртқа қандай тар, машинаның ішінде, палатканың ішінде жатып, не жыным бар дейін да. Бірақ соны түсіну керек адамдарға. Не үшін? Мысалға. Ал бұның кайфы неде? Кайфы, яғни, таңертең мынандай таза ауада ояну, қаласаң мына тауларға жаяу шығып келу, велосипед тебу, жүру, отыру, сөйлесу, танысу, мысалға. Осындай нәрселерді айту керек. Осындай нәрсемен дамайды. Себебі Атырауда тұрып алып, мысалға, ал кеттік, қонып келейік, там, білмеймін, бір база отдыха, бірдеңе десек, кейбір база отдықты қонғызбайды да сені. Айтады, ой, не істейміз? Кешкі 11-ге дейін болып үйге таймаймыз ба? Үйде ұйықтамаймыз ба дейді да. Сол сияқты сондай мәселелерді кішкене менталитет жағынан өзгерту керек. Вот сонда мына адамдар келіп мына жерде просто ауасы үшін, жері үшін, тас үшін осы тұратын болса, 5-6 күн, бір ай тұратындар бар олар. Онда әңгіме бөлек, онда инфраструктура дамайды, соответственно. Мына жерде администрация, ана жерде ресторан, ар жағында дүкені бар, там білмеймін, ар жағына әлі барған жоқпыз, өте үлкен жер. Мысалға. Неге соны жасамасқа? Кеше бір осы жерде бір ата мен әже отыр. Білмеймін, 80-лерге келген сияқты. Екеуі алдарынан да кішкене майшам қойып қойған, екі столда әңгімелерін айтып, кітаптарын оқып, кішкентай отыр ал. В общем, не керек? Күшті жер екен. Келуге болады екен, жатуға болады екен, әртүрлі машиналармен, әртүрлі заттармен. Бізде дайындалып жатырмыз жүруге. Ал сонымен біздер жиналып, мына Гриндевальд қаласына қош айтысып кетіп бара жатырмыз. Бұйырса келесі жолы молырақ боламыз, толырақ боламыз, көбірек боламыз, бәрін аралап қараймыз деген арман мақсатпенен кетіп бара жатырмыз қазір Парижге қарай. Мына күн уже сағат 9-ға жақын, әлі күн түскен жоқ мына қалаға. Таулардың бетін ортасында болғандықтан кейін тыныш, кілең турист, көбі турист. Ал жақсы, жолымыз болсын.